Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін асқабақ қосылған манты дайындаймыз. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін суымызға тұз, сұйық май және де жұмыртқамызды салып бір араластырып аламыз. Одан кейін үстіне електен өткізіп қойған ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Дайын болғаннан кейін қамырымызды 10-15 минут тынықтырамыз. Одан кейін салмасын дайындап аламыз. Ол үшін асқабақты ұсақтап төртбұрыштетіп тураймыз. Одан кейін картобымызды дәл асқабақты турағандай етіп турап аламыз. Одан кейін пиязымызды тураймыз. Ең соңынан құйрық майды ұсақтап турап, үстіне тұз, бұрыш салып араластырамыз. Тыныққан қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Осылай қолмен немесе пышақпен де кесіп бөлсеңіздер болады. Одан кейін қамырымызды қатты, жұқа немесе қалың етпей, орташа қалыңдықта жаямыз. Одан кейін салмасын салып, осы видеода көрсетілгендей өзіңізге ыңғайлы нұсқамен түйеміз. Жасап болғаннан кейін 35-40 минут мантоваркада пісіріп аламыз. Дайын болғаннан кейін қалауыңыз бойынша түрлі ас, көк пияз сепсеңіз болады. Мен осындай көк пияз және де паприканы септім. Өте дәмді болып шығады. Сочный, жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Видео ұнаса каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.